Енді бауырымыз айтады, жаңа кәсіпкерлік арқылы дейді, біреудің күнә істеуіне себепкер болып жатқан жоқпын ба дейді. Енді бауырлар, оны ашық айтамыз, негізінде мынау саудагерлерге айтарымыз, жалпы кәсіпкерлік арқылы сатуға болады. Сатуға болады. Саудагерлер пәтуасы беріліп тұр. Бұл жерде проблема сол сатушы мен банкте емес. Болды. Банк оған ақшасын аударып тастады, затты сатып алды. Сатты. Кәсіпкерлік арқылы шөтіне ақша түсті, болды, жұмысын істей береді ол. Бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Сенің тауарыңды банк сатып ала ма, басқа сатып ала ма, ешқандай проблема жоқ. Енді проблема бұл сол банк пен сол алып жатқан адамның арасында болады. Күнә мынаған болады. Кәсіпкерлік арқылы алып өйткені ол кәсіпкерлікте ол жерде өсім бар. Өсім бар ол жерде. Бірақ енді оны адамдар өздері, жоқ, мен қазір солай алмасам, жағдайым жоқ, бірден барып нақты алуға ақшам жоқ деп сондай халық сондай мұңын айтып жатыр. Сол үшін бауырлар, қазір шыны керек, мен ананың істегені себепкер болып қалмайын ба деп жүре берсек, онда ешқайсымыз мәншеде мінбеуіміз керек онда. Қазір сенің менің мініп келген мәншедем мына жердегі. Бұны кімдер шығарып жатыр? Мұсылман емес қауымдар шығарып жатыр. Басқа соларға көмектесіп жатырық негізінде. Олар мәншесін алған сайын, олар не болып жатыр? Обороттары күшейіп жатыр. Осылай кете берсек ше әлемде қазір. Онда ешнәрсе істемеу керек онда. Мәншеде мінбеу керек, самолетке мінбеу керек, айфон ұстамау керек. Ешнәрсе істемеу керек. Ойбай анаған мен себепкер болып қалмайын, мынаған себепкер болып қалмайын. Жоқ, олай емес бауырлар. Саудаларыңыз істей беріңдер, сататындарыңыз сата беріңдер. Бірақ бұл жерін елдің бәрінде сондай мен алып жатыр деп айта алмаймыз. Бірен саран болып жатқан болуы мүмкін. Бірақ ол адамның алып жатқан клиент ол өзі қарасын. Проблема ода болады. Оны ескертіп жатыр. Кез келген өсімқорлық, риба, ол харам. Құранда ашық аят бар. Ахаллаллахул байа харрама риба. Сауда-саттықты адал етпеді Алла Тағала, өсімқорлықты арам еттім деді.